Қазір диадема жасаймыз. Осындай, менде каплядан жасалған, иә. Басқа түрінде жасауға болады. Басқа түрін жасаймын. Менде тиктогымда негізі видеолар бар, қандай түрі. Сондай жасаймын бұйырса. Мындай проволока керек болады. Лайк басып қолдап отырыңыздар, мен сіздерге қандай не керегін көрсетіп отырамын. Скрин жасап алып, ұнатқан менің жұмыстарым болса қайталап жасауға болады қыздар. Сұрақтарыңыз болса қойып, лайктарыңызды қолдарыңызды үйрету үшін осындай кішкене оңай нәрселерден бастауға болады қыздар. Жасап көрсеңіздер болады. Сосын ары қарай уже өздеріңіз уже ары қарай біліп отырасыздар, ол сіздің қолыңыздан келетін нәрсе ме, келмейтін нәрсе ме. Дәл осы жасап отқан диадеманың менде уже видеолары бар. Қалай тұрады, манекенге салып қойғаным бар. Содан қарасаңыздар болады қыздар. Лайк басып қолдап отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Рахмет, сыйлық беріп қуантып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Лайк басып қолдап отырайық. Осындай диадемалар, мынандай басына тағатын гүл сияқты түрі осы әдемі тұрады. Таққанда. Орамал тағатын қыздардың сұранысы осыған қазір жақсы болып тұр. Если орамал тағатын қыздар бар болса, орамал однотонный орамал простенький болып тұрады, осындай бірдеңе таққыларыңыз келсе қыздар алуға болады. Доставка басқа қалаға қазпочтамен жасалады. Көрінді ма қалай жасап жатқаным? Егер сіздерге полезный болып жатса, менің мына жасап жатқандарым, онда лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар, иә қыздар? Осылай жасасаңыздар болады. Енді міне қарай, сымды мына жерге орадым, примерно мына 1 сантиметр бізде. 1 сантиметр. Енді мына жағына істеуім керек, мындай веточканы. Мына жағында тұр ғой, кезекпен кезек жасалынып жатыр. Былай жасадым, одан кейін былай, былай, кезекпен кезек жасалады. Мында бізде ұзын сым. Мына жағына жасадым, енді мына жағына жасаймын веточка. Мында моншақтың орнына басқа да түсті моншақтар қолдана бересіздер ғой. Қызыл керек па, жасыл керек па, қара керек па, осылай жасай бересіздер. В основном қазір енді күн жылы, жаз уақыты ғой. Мындай ақ моншақтар күшті болып тұрады. Мындай орамал, розовый орамал, голубой орамал таға беретін қыздарға мындай ақ күшті үйреседі қыздар. Енді мына жағына жасаймын. Мынаның аралары 1 сантиметр. Басында жасағанда өлшеп тұрып жасауға болады, бүйтіп өлшеп. Сосын ары қарай қолыңыз үйренгесін, уже көзбен қарап отырып жасай бересіздер. Уже ары үйренгеннен кейін уже көзбен отырып жасай бересіздер. Мына сымның бір жағына енді мынандай етіп моншақ жүргіземін. 3 моншақтан жүргіземін. 1, 2, 3. Осылай. 3 моншақтан жүргіземін. Оны қазір сізге көрсетейін. 3 моншақ жүргіздім. Енді міне осылай аласыз, қайырасыз. Көрдіңіздер ма? Көрінді ма? Енді мына жағына жасау үшін мына жерін тағы да ораймыз. Үйреніп алыңыздар қыздар. Қолөнермен айналысқысы келетін қыздар болса, қолөнермен жұмыс жасағысы келетін қыздар болса, осындай жасап көрсеңіздер болады. Қазір инстаграмды бәрін ашып қалсаң, осындай диадемалар тренд болып жатыр қыздар. Көрдіңіздер ма? Или маған шығып тұр ма? Инстаграм сондай ашып қалсам осылай шығады. Осылай кезектесіп жасай бересіздер. Мына жағына ветка саламыз, мына жағына саламыз. Осылай бәрін кезекпен кезек жасаймыз. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар, сұрақтай басындағыдай. Мына диадеманың бір жақсы осылай да тағасыздар қыздар. Тек былай қатып қалған нәрсе емес, бүйтіп те тағасыздар. Мындай шаштарыңыз, осылай шаштарыңыздың сыртынан прическа жасап, шаштарыңызға и осылай тағуға болады тоже. Мындай лентасын астыңғы жақ, шаштың астыңғы жағына жібересіздер. Осылай тұрады. Ал орамал тағатын қыздар болса, осылай тағасыздар. Орамалдың сыртынан. Демек күшті тұрады қыздар. Мына басындағыдай қылып тағасыздар. Орамал сыртынан тағасаңыздар. Мына артында мындай лентасы болады. Көрдіңіздер ма? Әдемі, иә? Осылай тағасыздар. Или как ободок сияқты қылып бүйтіп тағасыздар ғой, мындай. Күшті негізі прическа жасағанда осылай тақсаңыздар болады. Мына лентасын шаштың астыңғы жағына жібересіздер. Шаштарыңызды бері алайсыздар, немесе төмен прическа жасап. Или даже мына лентаны алып тастап, шаштарға прическа жасағаннан кейін мындай тақсаңыздар болады тоже. Андай салондарға барып шаштарыңызға прическа жасатасыздар ғой. Сол кезде мынаны апарып берсеңіздер, маған осыны үйлестіріп тоже тағып беріңізші деп. Мында кейбір кезде пучок жасайды, или шашты жинап қойып пералайды ғой, бүйтіп пералап астыңғы жағын сөйтеді да, бүйтіп шашты жинап қояды да, әдемі қылып пералайды. Мына жер пустой тұрмас үшін осындай тоже диадемаларды мына лентасын алып тастап, андай
шпилькалармен бүйтіп тағып тастауға болады қыздар. Любой мынандай диадемамен неше түрлі әдемі етіп образ жасауға болады қыздар. Тойға болсын, немесе сырға салу, ұзатылып жатқан қыздар болса, тоже осылай етіп әдемі етіп жасайсыздар. Салонға барсаңыздар тағып береді, күшті етіп. Егер орамал тағатын қыздар, орамалмен бірге таққым келеді. Орамал однотонный болған орамалдар болса, қазір енді светлый однотонный орамалдар тағасыздар ғой, көбінесе күн жылынды деген сияқты. Сондайға осылай тақсаңыздар тоже болады. Артында лентасымен әдемі болып тұрады. Даже осылай орамал тақпайтын қыздарды да осылай шаштарыңызды жіберіп қойып тақсаңыздар тоже күшті. Неше түрлі образ жасай